Ассалаумағалейкум оқырмандар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді, ерекше болып шығатын осындай тоқаштардың рецептісімен бөліскім келіп тұр. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және де менің видеомды толықтай қарап, жасап көріңіздер. Ең алдымен алмамызды осылай видеодағыдай дөңгелек етіп кесіп аламыз. Енді бұл алмаларымызды ортаңғы бөлігін алып тастайтын боламыз. Яғни мен осындай насадканың көмегімен алдым. Бұл насадкамен алғаныма өкініп қалдым, себебі оның размері кішкентай екен. Сондықтан маған тестімен жұмыс жасаған кезде кішкене қиындық туындатты. Сондықтан баклажканың қақпағымен алған жөн деп ойлаймын. Бізге слоеный дрожжевой тесто қажет болады. Мен сияқты сатып алсаңыздар болады, немесе өздеріңіз қолдарыңыздан жасасаңыздар болады. Тестімізді жақсылап шығарып аламыз. Одан кейін ұн сеуіп, тестімізбен жұмыс жасайтын боламыз. Тестімізге ұнымызды себеміз, содан кейін осылай жұқа етіп жайып алатын боламыз. Жайып алғаннан кейін ені 2 сантиметр болатындай етіп кесіп алдым. 2-2,5 етіп, одан кейін ұзын болғандықтан осылай 2 бөлікке бөлдім. Сосын осылай видеодағыдай етіп алманың жан жағына айналдырып шыққан болатынмын. Барлық тоқаштарымызды дайындап алғаннан кейін үстіне жұмыртқамызды жағамыз. Одан кейін бізге корица мен зекер қажет болады. Екеуін бір-бірімен араластырып, үстіне сеуіп шығамыз осылай. Одан кейін мен духовкада 160 градуста 25 минуттай пісірдім. 25 минут емес, 20 минуттай пісірсеңіздер жарайды. Осылай кішкене беті қызарып кеткен болатын, бірақ өте жұмсақ және де дәмі өте күшті болып шықты. Маған өте қатты ұнады. Одан кейін үстіне осылай сахарный пудрамен әсемдеп жіберсеңіздер болады. Және де менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Назерке Мейрамқызы, менімен бірге болғандарыңызға көп рахмет. Ассалаумағалейкум.